Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді қытырлақ құймақтың жасалу жолын ұсынамын. Қытырлақ болғандықтан дастарханға вафле ретінде ұсынсаңыздар да болады. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Өзінің әдемілігімен, дәмділігімен дастарханыңыздың сәнін ашады. Осы рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа електен өткізілген ұнды саламыз. Жүгері крахмалын саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Тұзды саламыз. Барлығын араластырамыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Енді жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне сұйық майды құямыз. Сонан соң сүт құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Қамырымыз дайын. Қамыр видеодағыдай сұйық болып шығады. Келесі кезекте қамырды кондитерлік қапқа құятын боламыз. Қамырды құйғаннан кейін кондитерлік қаптың ұшын аз ғана кесіп тастаймыз. Қамырды табаға құйғанда неғұрлым жіңішке болса, соғұрлым әдемі көрінеді. Мінекей қамырдың барлығын құйып алдым. Ең алдымен табаны қатты отта қыздырып аламыз. Сұйық май пайдаланбаймыз. Таба қызғаннан кейін орташа отқа қоямыз. Сонан соң қамырды видеодағыдай құйып шығамыз. Қаласаңыз қамырды әртүрлі қылып құйыңыз. Құймақты үлкен немесе кіші ету қамырды құйғаныңызға байланысты. Құймақтар піскен кезде беті күйіп, тесіктер пайда болады. Сонан соң шетінен бастап ақырындап бос қылып ораймыз. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай жасалады. Барлық құймақтарды осы әдіспен пісіреміз. Мінекей достар, өте дәмді қытырлақ болып шығатын құймақтарымыз дайын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Өзінің әдемілігімен, дәмділігімен дастарханыңыздың сәнін ашады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжолпан.